Rahmet. Oğa küçtü bildiğini keskin olsunlar. Ha? Malades Yeranağa sizin beyinizimi dağılıp görmegen ekenmin o. Malades. Yerden ikinci bir Siganski. Cimer bayastan gel. Ayşe şaşırmadınız mı? Muhammedi Makatayıp 6 Mart günü arak içken var Ayşe. Sonradan 7 Mart günü azanda uykudan tursa bası ağırıp жатыр. Bastı жазайын dese akşa жоқ. Әйелінен akşa sırası әйелі akşa vermepti. Sonda бұлай деген екен. Біздің әйеліміз алтын қой. Sensiz mаған күннің бәрі салқын қой. Ey қатынжан, 5 сом берсең басымда жазар едім. Ертең сенің 8 Мартын қой деген екен. Сол айтпақшы, күн санап жақындап келе жатқан 8 Наурыз әйел қыздарымыздың, анамыздың мерекесі құтты болсын. Мерекеден мерекеге жетіп жүре беріңіз. Кешегі 23 февраль осындағы советский армия жігіттер күнінде құтты болсын ағай. Жігіттерге бір қошемет бар ма? Ай, рахмет, әже, рахмет. Алла риза болсын. Телефоныңызға паймет салып аласыз. Енді 69-дағы кемпір 56-дағы шал биледі. Молодец, Алла риза болсын. Той құтты бол. Орнымызға жайғасамыз. Енді 4 жыл қалды. Келіңіздер. Астана. Сіз қайғыла? Шымкент. О, Шымкент. Зарапшан. Енді мынау 4 қаттан келген 4 жұп бір-біріне өтіп жатыр. Енді бұлар қалалы жерде тұрады, сондықтан енді күнде дискотекаға барады. Дұрыс па? Қалада клубный залдар бар, билейді ғой. Енді бір клубный музыка болсыншы, оны да көрейік. Не қылып жатсың да? Тәте шашап қалдыңыз ба? Карантинде тойды сағынып қалдыңыз ба деймін, ә? Келіңіз, сіз не қатырыңыз? Көген. Енді клубный музыка, жібер маэстро. Кет! Хоу! Ахей! Ахей, құдалар біргені!
Anaga. Svetçak, Svet'te. Anaga 5 tastağız. Malıyız. Көп бараттар сияқты, көп бараға жараған аттар болады ғой. Дәл сол қошемет соғаршы Ерлан ағамызға. Молодец. Енді былай қыламыз. Ау. Көкемнің атыңыз кім еді? 56-дағы шалдың атынан 20 мың сом. Молодец. Тәдеу беріп қайтып әңгейші. Сізге бір жұмбақ жасырам. Сол жұмбақты тапсаңыз, сіз бірінші орынсыз, таппасаңыз, последний орынсыз. Оңай ма, қиын ба? Оңай. Ешкім айтпасын. Кім айтса, сол осы тойдағы өсекшіл адам дейміз ағай. Келсіз бе? Қазақстан Республикасының бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың әйелінің сіңілісінің аты кім? Сіңіліс жоқ. Білмеймін дейді ағай. Дұрыс, білмейді. Оны мен де білмеймін ағай. Қошемет соғайын. Молодец, мына 20 мың сом сізге бұйырған екен. Алла разы болсын, бір музыка болсын, билеп орныңызға жайғасамыз. Орныңызға жайғасы. Тәте, сізге оңай жұмбақ па, қиын ба? Оңай. Өзбекстан Республикасының халық артисі Юлдуз Усманованың фамилиясы. Мынаш. Усман. Дұрыс, молодец! Қошемет соғайын. Рахмет. Сіздер енді отырыңыздар. 2 жұп қалды, финалистер. Кел. Жоқ, 2 жұп бір музыка билейміз, бір музыка. Қандай музыка? Қазақтың жігіттері ай ма? Қазақтың жігіттері ай. Осындағы нар толғалы қазақтың жігіттерінің құрметіне. Яткара! Енді құрметті ағайын, мен енді 2 жұпты бөліп жармақ қояйын. Екеуі де күшті, молодец, тамаша билеп жатыр. Сондықтан енді мен бірінші орынды осы тойдың арнайы сонау шет мемлекеттен келген қонағымыз, сонау Қазақстаннан келген құдашаға бірінші орынды берсем бола ма? Қошемет соғайық қане. Ой, молодец, Алла риза болсын. Тойларыңызда қайсын, мінеке осындай тойда, осындай өнер көрсететін ару қыздарымыз көп болсын. Рахмет, жігіттеріміз, аналарымыз, супер жүлде құдалар. Рахмет, орнымызға жайғасайық. Свет жанамыз, Светте.